ма? Мынау равашка. Мынау әлі көктері бар екен тауда. Әйтпесем қаншамасы қурап кеткен. Май айында жесек болады. Бұны жеуден бөлек, бұның тамыры айдағанға өте таптырмас ем. Бұны қолданып жүргендер болса, комментарийға жазыңыздар. Қандай болды результаты деген сияқты. Бұны тамырын сол өтке жалпы тазалауға да. Одан бөлек өткенде жақыннан көрсете отқан шай шөп, алқаптың бәрі шай шөп, арғы жотаның қия беткейдің бәрі сап-сар отырған бәрі шай шөп. Шай қойрай деп жатыр, зверовой деген неге. Мен анау жақындатып сол жерінде. Бие сау тұр ғой. Бие сау не естеді. Мына шай шөптің гүлі осындай болады, шатастырмаңыздар. Бұны баяғыда совет кезінде павлодардың айтуы бойынша трактормен орып алып аптекаға өткізетін еді дейді, дәрі жасау үшін. Мынау бие сау. Шынымен де ой болады. Сол басқа білерлеріңіз болса, осы равашка жайында комментарийға жазыңыздар. Осы видеоны поделицаны басып, чаттарға, таныстарыңызға тарқатуды ұмытпаңыздар, және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Басқа да видеолар бар. Алтын қоңыз болсын, алтын тамыр болмаса, көп қой балапан шөп сияқты пайдалы ақпараттарын көбісін түсіріп қойған. Профильге өтіп, каналға өтіп, барлығын қарап шықсаңыздар болады.